кеш жарық қыздар. Мына оюды тігіп болдық да. Енді мынандай шашақтарын тігеміз. Мен мына сізге дайын түрін көрсетіп жатырмын. Соны былай қайырып қойып, мынаған тігеміз. Бұл үшін обычно идеал жіп аламыз, өйткені мононит мынандай болып салбырап тұрмайды. Сондықтан мынандай обычный идеал жіп, швейный машинаның не болмаса жібек шелковый жіп алуға болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Жібімізді түйіндеп алдық. Сізге қалай түйіндейтінін көрсетейін. 1, 2, 3. Мынандай алып түйіндеп аласыз. Қиып алдық. Енді мынаның ортасынан бастаймыз. Ортасынан бастап, не өстіп, арасына бір 7-8 миллиметрден қалдырып отырып тігіп бастаймыз. Жақсылап бекітіп аламыз. Жіптің ортасынан қайттан бекітеміз. Тағы 1-2 рет айналдырып тігіп алсаңыз болады. Енді астына қарай шығарамыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл ортасынан шығарасыз. Шықты. Осылай тізбектеп аласыз. Мына жерде 15 бисер. 3, 6, 9, 12, 14 бисер. Бір тас төрттік. Және мынандай капелька тас. Сосын бір бисер. Осылай соңына дейін апарасыз. Қайтадан бір бисерді қалдырып, қайтадан моншақтың арасына инеңіз саласыз. Басқа да бұйымдарға шашақ жасап жатсаңыз, дәл осы тәсілмен істеуге болады. Қайтадан сол кірген жерге қайтадан шығасыз. Осылай артқы жағын бір байлап аласыз. Байлағанда бір түйіндеп аласыз. Осылай. Сол кезде нақ тұрады. Енді бір 7-8 миллиметрдей алып, қайтадан шығасыз екінші бетіне. Қайтадан тізбек 14 бисер, бір төрттік тас, капелька, қайтадан бисердің біреуін былай қалдырасыз да, қайтадан артқа қарай жіпті қайырып тігесіз. Сол жіптің шыққан жеріне қайтадан кіргізесіз да тартасыз. Жібіңізді осылай ұстап отырсаңыз шатаспайды. Аккуратно осылай шашақ болып шыға береді.
артын жаңағы мен көрсеткен сияқты бір түйіндеп жібересіз. Бұл шашағыңыздың қатты болып, нық болып тұруына жақсы. Сосын қайтадан 7 мм, 8 мм жерден шығарасыз ар жағына. Қатты тартып тастамаңыз, өйткені қатты тартып тастасаңыз да әдемі болмай қалады. Кішкене бостау қылып қалдырып, осылай қайталай бересіз. Мына жерге дейін істейсіз. 14-15 шашақ болады. Сол кезде сосын мына қайтадан істейсіз. Сол кезде мынандай осындай шашақтар шығады. Мынадай қылып тіктік. Енді менде бір тас жетпей қалып тұр. Мына 14 жіп, мына 14 жіптен тігіп шықтым. Осындай шашақ болып тұр. Арты мынандай болады. Қарағандарыңызға рахмет.